асты өте жоғары бағалаған әрі қастерлей білген. Халқымыз адам өмірінде тамақтың орнын тіршілікке қажетті құндылықтардың бәрінен де жоғары қойған. Бұған астан үлкен емессің, немесе арпа бидай ас екен, алтын күміс тас екен деген нақыл сөздері куә. Қазақта ас атасы нан деген сөз бар. Яғни астың дәмінің үлкен нан. Шелпек те бауырсақ сияқты көнеден келе жатқан нан тағамдарының бірі. Қайтыс болған кісіге тамақ бергенде ыстықты шелпек дастарханға алып содан бірінші ауыз теуіп дәстүр бар. Жұма сайын 7 нан пісіріліп ата бабасының есіне алу қазақтардың ұлттық дәстүрі. Құран оқып, ислам діні бойынша барлықтарға дұға жасайды. 7 нан кей жерлерде шелпек деп айтылады. Әрі ұлттық тамақтардың бір түрі. 7 нан пісірген үй ата баба Құран оқумен қатар ас қайырғанда бата береді. Бешбармақ ең таңдаулы қазақ ұлттық тағамдарының бірі, дәмді қасиеті үшін жоғары бағаланады және мерекелік дастарханның бірінші асы болып саналады. Бешбармақ бұл тағам өзінің дайындалуы жағынан көшпенділер үшін өте жеңіл әрі ыңғайлы болып келген.